ұстаз ретінде сапалы білім беруге міндеттіміз. Бірақ қателесуім әбден мүмкін, бірақ менің түсімдегі сапалы білімнің құрамы мындай. Біз өзіміздің ғылымымыздан берген ақпаратты үйренушінің қабылдап алуы, және осы ақпаратты ол шынайы өмірде пайдалана алуы, және де осы пайдаланыстың шынымен сол ұлтқа, сол елге пайдасының беруімен ол сапалы болып есептеледі. Ал мен осы сапалы білімді ұстаз ретінде біз бәріміз мынаны мойындаймыз ғой. Мен математика ретінде мен қаншалықты мықты болсам да, қаншалықты әдіс-тәсіл қолдансам да, мен бүкіл сыныпты математика қыла алмаймын. Өйткені олар әртүрлі арманның, әртүрлі қабілеттің, әртүрлі артықшылықтардың иесі. Сондықтан мен бүгінгі идеямды оқушы қабілетінің прогрессін анықтау деп ат қойдым. Ал оған қарапайым математика тілмен айтатын болсам, оқытудың кішігірім формуласын жасадым. Оған өтімді әдіс және ол ұлттық құндылықпен байланысқан кезде ғана бізден өзіміз күткен нәтиже орындалады. Ал осыған мен талант шырағы деген ауру басса да әдет қалмайды, бұрынғы мамандықтан қалған материалдармен осы затымызды біз жасап шығардық. Бұл әрине бірден дүниеге келген жоқ. Мен алғаш педагог болған кезден бастап шынымен көптеген қиындықтарға жолықтық. Барлығын айтатын болсам, бәлкім ойлайсыздар, бұл қалай мұғалім болып жүр деп. Сондықтан бір-екеуін ғана айтайын. Алғашында біз әсіресе математикті түсіну мүмкін. Біз бір күні есімді жинасам, тек қана жақсы оқитын балалармен есеп шығарып жатыр екен. Мен бармын ғой деп аяқта балалар көздері жаудырап отыр. Ал олармен жұмыс жасасам, оларға берген тапсырмаларымды менсінбей жаңағы жақсы оқитын балалар отыр. Жалпы айтқанда мен барлығымен бірдей жұмыс жасаудан қатты қиналдым. Кейін келе осы талант шырағы деп осы бір шырақтар жасадық. Бұның басында аты талантта болған жоқ, аты да жоқ, просто жасалып жүрген. Кейін келе болған ат қою керек болды. Балаға ат қойғандай завучтарға айттық, сіз қойыңыз деп талант шырағы деген атын қойдырып алдық. Осыменен ең бірінші артықшылығым бұл мен балаларға 3 деңгейдегі тапсырма ұсындым. 3 деңгейдегі, мысал ретінде 5-ші кластан бір оқу мақсаты, бірақ әртүрлі деңгейдегі тапсырмалар ұсындым. Кейін бұл жердегі артықшылығы бұл тапсырманы оқушылар өздері таңдап алады. Тек қана өздері таңдап алады. Мен ешкімді итермелемеймін. Бұл балалардың өз-өзінің бағалауына көмегін тигізді. Бірақ тура осы жерден тағы да қиындықтар туындады. Өйткені мына жерден әр тапсырманы орындап болғасын, ол өзінің шырағын жағуға мүмкіндігі бар. Бірақ та ол бала өзін қинағысы келмей, тек қана оңай тапсырмаларға жүгіре беретін менде қиындық туындады. Біз оған тура жаңағы тапсырмадағыдай, біз ол жерге мотивация ретінде қарапайым есепке 1 ұпай, кейінгі сәл қиындауына 2 ұпай, келесіне 3 ұпай. Ол балалар аз ғана уақыттың ішінде неге бір есепті ғана жасап, көп ұпай алмасқа? Олар солай мотивация болды. Сосын бір қатардағы есепті үнемі шығаруға мүмкіндігі алған оқушыға мен келесі тапсырманы үгіттеп, келесі тапсырмаға оны шабыттандырдым. Осы арқылы ол келесі деңгейлерге жетуге мүмкіндік алды. Бізде ең алғашында жасылдарым өте аз болған, кейін бірте-бірте. Енді қазіргі мақсатымда біз осы жасыл деңгейдегі бірден қиын деңгейдегі тапсырмаларды орындауға мүмкіндік беру. Бұл екінші қасиеті жаңағы балалардың осы арқылы өз-өзіне деген сенімділігін артты. Өздерінің қабілетін шектемей, бірден күрделі тапсырмалар жасауға мүмкіндік алды. Одан кейінгісі оқушыларды сабаққа қатыстыру. Енді бүкілімізде бар қиыншылық қой. Өйткені кей оқушылар мені мазаламай қойсаңыз, мен сізге тыныш отырып берсем деген сияқты, тіпті 8-9-ның балалары солай өздерінің ұсынысын да айтқан кездер болды. Бірақ та біздің мақсатымыз, басында айтқанымыздай, бұл математика сабағы мәнсіз формулалар сияқты сезінгеніменен бұл бүкіл пәнге қатысты. Өйткені бұл біреудің көзқарасы емес, біреудің танымы емес. Бұл анық дәлелденген тек қана дәлелдер. Сондықтан оқушыларды қатысу барысында да, егер сыныпта 20 оқушы болса, әр деңгейдегі тапсырманы орындауыменен маған осында 20 шырағым жанса, жасылдан жаңа
осылардан 20 шырақтың жануыменен мен оқушылардың толық сабаққа қатысқандығын айқындай алдым. Енді және де осы мақсатқа жету жолында да сол күнгі мақсатыма жетуді де жаңа 20 оқушы әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды орындай алуыменен ол сол күнгі мақсатқа жеткендігімді де айқындадым. Және де менде шыны керек тіпті қызылды да жаға алмай қалған оқушылар болды. Ол жасыратыны жоқ. Мынандай жаға алмай қалған оқушылар болды. Ал оларға сарыдағылар және жасылдағылар көмекке келіп отырды. Ал бағалау, егер шынымды айтсам, бағалау маған басынан бастап 1 жылдан бері қазірге дейін мені кәдімгі қинайтын. Менде бәрі бағалаудан идеалды десем өтірік айтып қоямын. Сондықтан бірақ та осы қорапша маған талант шырағым, оқушылардың талантын жағатын шырағым, бұл бағалауға да маған мүмкіндік берді. Өйткені әр деңгейдегі тапсырмада өзінің бағалау критерийі бар, солар арқылы оқушыларды бағалауға мүмкіндік алдым. Әрине, осы айтып отырған бүкіл дүниелерімізді мен ұлттық құндылықпен сәйкестендіру керек. Бірақ бізде пәнаралық арақашықтық өте алыс, өйткені математика ұлттық құндылық. Сондықтан мен осы 1 жылдың ішінде семинарларға бару барысында мен киіз үйдің макеттерін, найза көтеріп келген, садаға сынып келген мұғалімдерді көрдім. Бірақ шын мәнінде бізге ұлттық құндылығымыз киіз үй емес, садақ емес, найза емес. Керісінше осы қазақ үйдің ішіндегі қазақы тәрбие, осы садақты, осы найзаны ұстаған батырдың рухы, жауапкершілігі деп түсінемін. Демек, бұны біз қолмен ұстап, көзбен көретін құндылық емес. Ол тек қана сезінетін құндылық болғандықтан, біз ұстаз ретінде ең бірінші өз-өзімізден адалдықты, әділдікті, мейірімділікті балаларға сіңдіре алсақ, олар сол тәрбиелерді бойына сіңдірсе. Екіншісі, пән ретінде мен кейбір сандар деп алдым. Өйткені біздің бір қызығы, біз берген тапсырмалардың барлығынан жауапқа тек қана сандар шығады. Ал осы сандарды біз тек қана қазаққа тиесілі, қазаққа ғана тән цифрларға сәйкестендірдік. Мысалы, кез келген 3 санын алсақ, қазақтың 3 биі деп, сол ақпаратты айтып, қазақтың 3 бәйтерегі деп, 4-ті 4 құбыласы, 4 түлігі деген сияқты, 5-ті 5 арысымыз деген сияқты сәйкестендіруге мүмкіндік бар. Оған біз арналы уақыт бөлмейміз. Өзіміздің сол күнгі тақырыбымыздан алшақтап кетпейміз. Біз жай ғана белгісіз, балалар тіпті байқамай да қалуы мүмкін информацияны сол сабағымыздың арасында отқа қатысты информацияны беріп отыруымызға мүмкіндігіміз бар. Болды, назарларыңызға. Сұрақтар